Егер біз магний, алюминий және мырышты сұйылтылған тұз қышқылмен өңдейтін болсақ, магний мен мырыш жағдайында қарқынды реакция жүретінін байқаймыз. Ал алюминий бастапқыда мүлдем әрекеттеспейтіндей болып көрінеді. Алюминий сұйылтылған тұз қышқылмен әрекеттеспейтін болса, белсенділік қатарында неліктен магний мен мырыштың арасында тұрады? Белсенді алюминий ауамен әрекеттескен кезде металды қышқылдың әсерінен қорғайтын алюминий оксидінің қорғаныш қабатын түзеді. Алайда оксид қабаты концентрлі тұз қышқылмен өңделгенде еріп кетеді. Қышқыл металдың бетіне жеткен кезде реакция қарқынды жүреді. Металл бетінде қорғаныш оксид қабатының түзілу құбылысы пассивация деп аталады. Осы құбылыстың арқасында жеңіл және берік металл алюминий терезе жақтауларын, сусындар құятын құтылар және ұшақ бөлшектерін жасау сияқты көптеген қолданыстарға ие. Алюминий контейнерлер азот қышқылын тасымалдауда қолданылады, себебі пассивацияланған металл қышқылмен әрекеттеспейді.